деп жалғастырайық. Жалпы М холина блокаторларда бөлінеді. Олар селективті және селективті емес. Селективті емес түрлеріне атропин, ал селективті түрлеріне қандай препараттар жазады? М1 нелері мускариндік рецепторлар арқылы холина блокаторлар и М3 холина блокаторлар деп бөлінеді. М1 холина блокаторларға пирензепин жатады, ал М3-ке бізге ипротропин бромиді мен тиотропин бромиді жатады ғой. Дұрыс. Енді сіздерге сұрақ. М холина рецепторлардың орналасуы бар. Солардың орналасуына қарай қай жерлерде орналасқан? М1 асқазанда орталық жүйке жүйесінде, асқазанның, точнее, сосын сілекей бездерінде, ал М2 жүректе, М3 жек сал бұлшықеттер мен экзокринді бездерде. Соған байланысты қарсы көрсетілімдері де секреция, гиперсекреция мен көріне ме? Қарсы көрсетілімдер көбінесе глаукома, несептің бөлінуінің бұзылуы боламай ма? Ішектің атониясы мен миостения болады. Осы үш түрлі М холина рецепторлар бар. Соның мысалы үшеуі М1, М2, М5. Үшеуі бұлар стимуляциялайтын, яғни қоздырушы рецепторлар. Яғни біз осы рецепторларды қоздырған кезде белгілі бір мүшенің оның күш жұмысы артады. Ал бізде М2 мен М4 тежегіш. Яғни бұлар қозған кезде белгілі бір мүшенің тежелуі пайда болады. Мысалы М2 қайда орналасқан? М2 қайда орналасқан? Жүректе. Енді ойлаңыздар. М холина меметтер қозған кезде, яғни М холина меметтер берген кезімізде бізде жүректе не пайда болады? Брадикардия, яғни жүректің тежелу жылдамдығы төмендейді. Яғни тежеп тұр ма? Тежеп тұр. Бұлар тежеуші препараттар. Ал М1, М2, М5 олар асқазан ішек жолдарына орналасқан. Біз оларды қоздырған кезде, мысалы, асқазан ішек жолдарын перистальтик гасын қоздырамыз. Бірыңғай салып сілекей бездерінің бөлінуі көбейеді. гиперсаливацияны арттырамыз. Осылай есте сақтаңыздар. Олар осындай сұрақтарды келіп қалуы мүмкін. Именно селективті және селективті емес түрлеріне қатысты. Арға жалғастырайық. Енді бронхальный астма және гипертензия кезінде адреналин тағайындаған. Бұл дұрыс па или бұрыс па және не үшін? Осындай сұрақ явно келеді сіздерге. Енді талдайық. Адреналин қандай топқа жатады бірінші? Ол адреналинметик. Альфа және бета адреналинметик. Енді бірінші тобын анықтап алдық. Енді оның фармакологиялық әсері қандай? Біз осы екі ауруды қолдана аламыз ба деген сөз. Ол симпатикалық жүйесіне әсер етеді ғой. Жүректің жүру күшін жоғарылатады. Ал асқазан ішек жолдарын төмендетеді. Бронхтарды кеңейтеді. Демек, сосын дұрыс. Біз бронхальный астманы қолдана аламыз. Яғни бұл аллергия қолданамыз. Мысалы, анафилаксия шок дедік қой, сол кезде қолданамыз. Сол кезде бронхтар қысылып қалады, соны кеңейту үшін біз адреналин беріп қолданамыз. Ал біз гипертензия кезінде адреналин қолдана аламыз ба? Жоқ. Не үшін? Потому что жүректің жылдамдығы қан қысымы да көтеріліп қалады ғой. Дұрыс. Адреналин ол альфа-1
альфа бірге де жалпы альфа және бета рецепторларға әсер етеді. Яғни біз адреналин альфа рецепторларға әсер ету арқылы ол қан тамырларын тарылтады. Қан тамырлары тарылса, ол гипертензияны арттырып жібереді. Және бета рецепторларға әсер ету арқылы жүректің жұмысын күшейтеді. Ол жүректің жұмысы күшейді деген сөз, ол тағы да артериялық гипертензияны, артериялық давлениені көтеріп жүреді деген сөз. Яғни біз адреналинді гипертензия кезінде қолдана алмаймыз. Демек, дұрыс па? Дұрыс емес. Бұл кезде біз адреналин бере алмаймыз. Кеттік. Әрі Оның орнына не берді келді? енді оның орнына бізге бірінші орында бронхиальный астма мен гипертензияға қарсы екеуіне жеке-жеке дәрі берсек болады. Бронхиальный астмаға және бета-адреналин меметтері, ал гипертензияға қарсы ол альфа-адреналин блокаторларды берсек болады. Нәтиже жазылмаған. Ациклидин, глаукома, тон. Мына 5-ші билеттің екінші сұрағын қарастырайық. Пациент стоматологқа барған және анестезия берген. Анестезиктердің көбісі аллергия шақырады. Және аллергия шақырған кезде біз бірінші орында не береміз? Біз алдын айттық. Не береміз? Альфа және бета адреномиметиктерді береміз, потому что жіті аллергиялық реакция кезінде оны қолдануға болады. Штоп ішінде эпинефрин беруге болады. Яғни адреналин. Және бірақ ең бізде тез әсер ететіні оның адреналин. Яғни біз любой анафилаксикалық шок кезінде күдіктенген жағдайда біз адреналин береміз. Адреналин мен эпинефрин екеуі бір емес па? Дұрыс. Мен эфедринмен шатастырып жатырмын. Эпинефрин мен адреналин бір. Соны бере аламыз. Дұрыс. Одан кейін фенталаминнің давление түсіру механизмі және қай топқа жатады? Фенталамин қай топтың өкілі? Альфа адреномиметиктердің. Жоқ. Қай топтың? Адреноблокатор ғой. Адреноблокатор? Фенталамин. Альфа адреноблокатор и ішінде селективті емес. Енді оның давлениені қалай түсіреді, механизм қандай? Біз бұл жерде біз альфа рецепторларға қараймыз. Альфа рецепторлар қай жерде орналасқан еді? Альфа бір селективті емес, қан тамырларда. Қан тамырларында альфа бір орналасады дедік. Егер біз альфа бірді қосылсақ, ол қан тамырлар тарылып қалады. Ол тарылса, яғни давление көтеріледі. Ал бұл жерде бұл фенталамин альфа блокаторы, яғни осы рецепторлар блокатор тежеп тастайды. Ол тежелген жағдайда қан тамырлары керісінше кеңейеді. Осы арқылы біз давлениені түсіре аламыз. Механизм осындай. Түсінікті ғой? Иә. Қайта қойыстады. Тағы сұрақ қайталанды. Атропения, тропика миды дегендер. Келесі сұрақ. Бронхоспазм кетіруге қолданылатын адреномиметиктер. Және айтып өттік. Олар. Қайтып айтамыз ба? Адреналин жатады. Адреналин жатады, бірақ именно бронхоспазмға Сальбутамол.
сальбутамол, сальбутирол, сальбутамол. соны жазасыздар көбінесе бұл жерде. Өйткені неге, ненің механизміне тоқталайық. Жаңа айтпақсыз, кетті ғой. Бета альфа 1 біз қан тамырларында дедік. Альфа 2 ол пресинапста дедік. Ал бета 1 жүректе, қайда болмаса? Жүректе, бүйректе. Бета 2 өкпеде, бронх, қан тамырларда, ұйқы безі жатыр. Бүйректе. бета 3 жатырда, иә? Бітіріш жатырда. Дұрыс. Бета 1-ді күшейткен жағдайда жүректің жүру жылдамдығы күшейеді. Бета 2-ні күшейтсек, бізде керісінше бронхтардың несі төмендейді. Яғни бұл жерде біз симпатиканы күшейтіп тұрмыз. Симпатика күшейген жағдайда бронхтар тарылады, кеңейеді. Бірыңғай сал бұлшықтар кеңейеді. Бета 3-те дәл сондай. Жатырдың тонусын төмендетеді. Енді біз бұл жерде бета 2-ге әсер етіп тұрмыз. Яғни бета 2-ның адреномиметика. Оған сальметарол, сальбутамол жатады. Біз егер осыны берген жағдайда бронхтарды кеңейтеміз, симпатиканы тежейміз, симпатиканы жоғалтамыз, сол арқылы бронхоспазмды жоюға болады. Келесі. Есепте 12 жасар бала тұмауға қарсы ұқсас синдромдармен ауырады, ринит болады. Сол кезде альфа 2 адреномиметтер қолданылады. Оны қанша күн қолданған дұрыс. Сосын топтық қатынастарды жазасын. Енді Мезотон береді. Мезотон тағы альфа 2 адреномиметтерге не жатады жалпы? Не үшін ол Толғайды. Фенилэфрин жатады, клонидин жатады, нафазолин, ксилометазолин жатады. Не үшін қолданылады ма? Именно. Қанша күн қолданған дұрыс? Білмеймін. Жазбаппыз. Сіздер жалпы, мысалы, тұмау болып ауырғанда қандай препараттар қолданасыз? Мысалы, нафазолин, 7 күн ба? Нафазолинді 7 күн қолдануға болады. любой осындай. 7 күн. 1 апта қолдануға болады. 5-7 күн. Одан асып кетсе, уже ол тұрақталып қалады да, неге алып келеді, тұрақтылыққа алып келеді. Емделушілікке алып келеді. Және оған тәуелділікке шақыру мүмкін, иә? Енді оның механизм қандай? Біз ол ринит, ол гайморит, мысалы, суық деген кезде ол қабыну болады. Қабыну болған кезде, любой кезде, ол кезде қан тамырлары кеңейіп кетеді. Қан тамырлары кеңейгеннен көп шырыш бөле бастайды. Мұрынның бітуі соған байланысты болады. Енді біз осы мұрынды ашу үшін, мұрын бітеліп тұр ғой, көп шырыш бөлінді. Соны біз ашу үшін біз осы адреномиметтерді береміз, альфа. Олар қан тамырларын тарылтады сол жердегі. Қан тамырлары тарылтады. Артериялық қысым жоғарылатады. Артериялық қысым бұл жерде қатты әсер етпейді оған. Біз тек қана өте аз мөлшердің дозасын қолданамыз. Егер көп мөлшерде қолдансақ, альфа адреномиметтер. Ондай жағдайда артериялық қысымды жоғарылап қояды, өйткені қан тамырлары тарылады. Бұл жерде біз өте аз мөлшерде қолдандықтан, ол жергілікті ғана әсер етеді дағыны, осы мұрынның ішіндегі қан тамырларын тарылтады. Соның әсерінен артық шырыш сыртқа шықпайды. Мұрынның құрғауы болуы мүмкін, бірақ соның әсерінен мұрын ашылып, біз дұрыс тыныс ала аламыз. Оны және айтқанда 5-7 күн ғана қолдануымыз керек. Енді адамда химикаттармен уланған брадикардия, құсу болған. Ол қандай немен уланды? Және химикаттар тағы келді. Біз оны талдадық. Фосфорганикалық қалдықтармен.
органикалық фосфорлық қосылыстар, оны білесіздер, иә. Екінші сұрақ, адамда астма болған, ол лечился не постоянно, постоянно основы. Бұл жерде бронхиальный астма, оған біз әрдайым емдел, ол бірден жазылып кететін зат емес. Бронхиальный астма, оған әрдайым осы препарат қолданып жүреді. Біз, яғни оған жанама әсері өте аз әсер ететін, әрдайым қолданғандықтан жанама әсері өте аз препарат беруіміз керек. Ол қандай препараттар? Бета-адреналин өзі айтты, иә. Оның ішінде бета-2 және сальбутамол, сальметаролдар. Осы бронхиальный астма қолдануға өте тиімді, екен жанама әсері басқалармен салыстырғанда өте аз. Жалпы осымен бітті. Түсінікті бол ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Иә, түсінікті. Иә, түсінікті болды. Қалай талдау керек? Мына документті бізге жіберіп қоясыз ба? Ау? Мына фармабилет дегенді жібересіз ба? Иә, жіберем. Жалпы холинергиялық және адреналиндік заттарды сол парасимпатика мен симпатиканы дұрыс айыра алсаңыздар, және рецепторлардың қайда орналасқанын білсеңіздер, любой есепті логикалық тұрғыда шешсеңіздер болады. Мысалы, Бізде мынау сұрақ қойсам болады ма? Адреналиндік нелер бар ғой, препараттар. Солардың жеке-жеке рецепторлар қайда орналасқаны туралы кестема бар ма? Адреналиндік рецепторлар ма? Иә. Алдында презентация жібердім ғой, адреналинге. Сол кезде жазылған болған. Жазылған. Альфа бір қайда орналасқан. Кестеде, который ана. Ау? Мына дауысыңыз өте жай естіліп жатыр. Катехоламиндермен қатынасы деген. Катехоламиндермен қатынасы ма? Жалпы катехоламиндер соны түсіндіре аласыз ба? Катехоламиндер дегеніміз ол кәдімгі ноадреналин, адреналин, сол жердегі нейромедиаторлар деп алсақ та болады. Олармен осы альфа-1, альфа-2 бета рецептор қалай әрекет етеді? Соны жазасыздар. Мысалы, синапстан ноадреналин қалай бөлінді? Және синапс бар еді ғой бізде сыған. Бұл жерде катехоламин деп айтып отырғанымыз ол ноадреналин. Осы ноадреналин қалай, бұл жерде сұрақ бойынша қалай бөлінді, соны жазасыз. Яғни бірінші тиразин, тиразиннен дофа, дофадан дофамин, одан ноадреналин түзіледі. Ары қарай ол синапсқа шығады. Синапсқа шыққаннан кейін ол қандай рецепторларға әсер етеді? Сол 5 түрлі рецепторын жазып беруіңіз керек. Және олардың әрекеттесуі, мысалы, альфа-2 мына жақта болады. Бета-2 де осы жақта болады. Және бұлармен әрекеттескен жағдайда қандай фармаколог әсерлер болады? Соны жазасыздар. И тағы бір айтатын жайт, бұл әсерлесуі айтқан едік қой біз, тікелей және тікелей емес әсерлеседі. Мысалы, агонистер, именно адреномиместер тікелей және тікелей емес әсер етеді деп қоздырады деп. Есіңізде бар ма? Иә. Тікелей емесі және осы ноадреналиннің деңгейін реттейтін альфа-2, бета-2 рецепторлардың тежеу немесе қосу арқылы, ал тікелей дегеніміз осы рецепторларға бәсекелестік жолмен төмендету арқылы солар айтсақ болады. И әсерлесу механизмі бета-2 бета рецепторларға қалай әсер етеді? Ең алдымен бізде олардың барлығы G протеинмен біріккен нелер, рецепторлар G протеинмен бірігеді. G протеин деген арнайы нәруыз болады. Осы рецепторларда, мысалы, рецептор, мысалы, бета-1 рецепторы, жүректе болатын болсақ, жүректің ішіндегі жасуша, ол бета-1-ге әсер етеді. Ол жерде бізде G протеин болады. G протеиннің 3 суббірлігі бар.
альфа, бета, гамма деген. Альфа, бета, гамма деген рецепторлар болады. Соның ішіндегі мысалы альфа, бета суббірлігі ол арнайы фермент қоздырады. Осыдан бізде АТФ-тен циклдық амеф түзеді. Дұрыс жазылмайды. Жазып алсаңдар да болады. АТФ-тен бірінші әсер етуші механизм рецепторға әсер етті. Одан G протеинін қозды. G протеиннің бета немесе гамма бөлігі бөлініп шығып, АТФ-қа әсер етеді. Арнайы ферментке әсер етеді. Ол фермент аденилоциклаза ферменті деп аталады. Ол фермент АТФ-ті циклдық амефке айналдырады. Циклдық амеф ол өзінен фосфор бөледі. Фосфор бөлді деген сөз, ол фосфор дегеніміз энергия. Энергия бөлді деген сөз, ол сол белгі бір жасушаның каналдарын ашады. Сол каналдарды ашу арқылы белгі бір жасуша қозады. Түсінікті болды ма? Бастан қайталап өтейін. Бірінші, альфа белгі бір рецепторға әсер етті. Осыдан катехоламиндердің әсері, мысалы, норадреналин келді, синапс арқылы бөлініп келді, оны жазасыз. Одан кейін бір рецепторға әсер етті, сол 5 рецептордың біреуіне әсер етті. Одан кейін G протеин арқылы ол АТФ-ті циклдық амефке айналдырады. Циклдық амеф өзінен фосфор бөледі. Фосфор бөлу арқылы сол белгілі бір жасушаның стимуляциясына алып келеді, яғни оны қоздырады. Түсінікті ма? Әсер ету механизмі осындай катехоламиндермен аденализ. Сіздерге мысалы жаңағыдай адреналин келді ғой, сондай есіптер көп келуі мүмкін. Бронхалды астма мен гипертензия. Бұл жерде сіздер білулеріңіз керек енді. Жанама әсерлер қандай? Мысалы, адреналиннің жанама әсері осы гипертензия бұл. Гипертензия фармаколог әсері ол гипертензия. Мысалы, сіздерге беруі мүмкін. Бізде бета адреном миметиктер бар ғой, немесе блокаторлар бар. Олар бөлінеді селективті және селективті емес. Маған мындай сұрақ келген. Адамда тахикардия болып жатыр. Тахикардияны емдеу үшін бізге пропранол жазып берді дәрігер. Бірақ ол дәрігерде, ол науқаста не бар? Қолдануға болмайтын әсері бар ма? Короче, пропранол бізге жатады, ол селективті емес бета-адреноблокатор. Дұрыс па? Селективті емес ол. Яғни ол бета-1-те тежейді, бета-2-ні де тежейді. Бізде тахикардия болып жатыр. Тахикардияны емдеу үшін, ладно, пропранол қолданыламыз. Мен сұрақты дұрыстап қайталап өтейін. Одан сіздер жауап беріп көріңіздер. Біз науқастағы тахикардияны емдеу үшін дәрігер пропранол жазып берді. Бірақ бұл науқаста бронхиалды астма бар. Сондықтан біз дәрігердің бұл белгілеген препаратын дұрыс деп санаймыз ба? Деп келген маған. Жоқ. Метапролол или бета-адреналин рецепторларға әсер ететін селективтіні қолдану керек. Не үшін? Ал селективті еместі қолданса, бронх, артериялық қан қысымы, басқа да бета-2 рецепторлар көп мүшелерде орналасқан. Неге? Селективті мен селективті еместің айырмашылығы неде? Дұрыс айтасыз. Және сұрақ жауап дұрыс. Енді селективті және селективті емес. Селективті емес дегеніміз, селективті емес белгілі бір жол, яғни селективті емес ол екеуіне де әсер етеді. Бета-1-ге де, бета-2-ге де әсер етеді. Оны селективті емес дейміз. Пропранол осы екеуіне де әсер етеді. Ал селективті дегеніміз ол тек қана бета-1-ге селективті болуы мүмкін.
немесе бета 2-ге селективті болуы мүмкін. Яғни әсер етуі. Ана мысалы бар атропинда мысалы селективті емес М халина блокада деп атаймыз ғой. Ол М1-те, М2, М3, М4, М5-ке де селективті емес, бүкіліне әсер етеді. М халина рецепторлардың бүкіліне әсер етеді. Ал ішінде бар мысалы ипратрамида дегендер, олар тек қана М2-ге, М3-ге ғана әсер етеді. Оны біз селективті белгілі бір рецептор ғана әсер ететін, ол селективті деп атаймыз. Түсінікті ма? Жалпы осылай. Одан сіздерге қай күн болады осы аптаның? Понедельник. ертең. Уже ертең бола ма? Иә. Алғашқы жер тұрамыз десеңіз. Ондай Сәл ондай емес, 90 аламыз деп жатыр. 100. дұрыс, молодец, жарайсыздар. Бұйырса алыңыздар, сіздерге сенеміз. Енді ақтап шығыңыздар. Егер басқа күндер болған, мысалы сейсенбі немесе сәрсенбі күндер болса, осы бірінші күн кіріп шыққандардан сұрап алуға болатын еді. Ну, сіздер өздеріңіз таза білімдеріңізді алып шығуларыңыз керек енді. Сәттілік, сұрақтарыңыз болса тағы сұраңыздар. Осымен бітті. Сұрақтарыңыз бар ма? Білмеген тағы. Личкада сұрауға болады, немесе группада сұраңыздар. Барынша уақытым болғанша сіздерге жауап беруге тырысамын. Рахмет кіргендеріңізге. Сау болыңыздар. Ертеңгі РК-да сәттілік. Сау болыңыз. Рахмет. Рахмет. Не сұрай бересің? Не?